неврозды емдеудің 3 қадамы. Бірінші қадам бұл біздің ішкі бала дүниемізді тану. Ішіміздегі қандай психологиялық травмалар болғанын білу. Кейбір адамдар өздерінің өмір бойы травмамен өмір сүріп жатқанын байқамайды. Бала бөлімін қай жағдайда емдеу қажет? Егер сіз армандарым орындалмайды десеңіз, немесе армандарым мүлде жоқ деп ойласаңыз, өміріңіз сізге ұнамаса, өзіңізге ұнамасаңыз, мысалы айнаға қараған кезде ұнамайтын нәрселер көп болса, өзіңізді сүймесеңіз, өзіңізге сенбесеңіз, қажеттіліктеріңізді орындай алмаймын деп ойласаңыз, өмірге қызығушылығыңыз кем болса, азанда мысалы тұрған кезде тұрғыңыз келмей, не істеймін, өмірім бекер ғой деген ойлар болса, қатты шаршап, энергияңыз жоқ екенін сезсеңіз, мысалы демалыс күндері ешқандай арман жоқ, ешқандай желание жоқ, ешнәрсе істегіңіз келмесе, тек жата бергіңіз келсе, айналаңыздағы адамдармен қарым-қатынасыңыз әлсіресе немесе қиын болса, бұл сіздің бойыңызда невроз бар екенін айтады. Невроз бар деген сөз. Значит, бала бөліміңіз, ата-ана бөліміңіз зақымданған деген сөз. Ересек бөліміңізді күшейту керек деген мағынаны береді. Ең бастапқыда неврозды емдеу үшін өзіңіздің бала бөліміңізге көңіл бөлу қажет. Ол үшін сіз, мысалы, адам өзі психологсыз, осы бөлімдерді емдей ала ма деген сұрақ туындауы мүмкін. Иә, емдей алады, бірақ оған 10, 20, мүмкін 30 жыл кетуі мүмкін. Психолог пен невроз қайда тез емделінеді? Себебі психолог бұл специалист. Бұл сырттан сіздің қандай екеніңізді, сіздің ішкі дүниеңізде не болып жатқанын сипаттай алады, көре алады. Бала бөліміңіздің жағдайы қандай екен қазір, ата-ана бөліміңіздің деңгейі, ересек бөліміңіздің деңгейлерін сырттан көріп, анализировать етіп, сізге көмек бере алады. Сіз және психологқа барған кезде осы бөлімдердің қаншалықты күшейгенін көре аласыз бірге. Сол үшін ішкі бала мен ішкі ата-ана бөлімдерін психолог емдейді, психолог күшейтеді, ал ересек бөлімін психологтан басқа тағда трансформационный коуч, тренерлер, мақсат қою тренерлері өте жақсы күшейтеді ересек бөлімін. Қазірден бастап не істеуге болады, қандай жаттығулар жасауға болады? Ата-ана бөлімін күшейту үшін өз-өзін адам мақтау керек. Ата-ана бөлімі бұл біздің ішкі бала бөлімімізге қамқор көрсететін бөлім. Сол үшін сіз кез келген іс-әрекетті жасаған кезде өзіңізді мақтауға үйренсеңіз болады. Мысалы, бүгін мен дәмді тамақ пісірдім. Сол үшін өзімді мақтаймын. Қандай кулинар екенмін мен, қандай молодец екенмін деп өз-өзіңізге мақтаныш сезімін көтеру керексіз. Бұл кішкентай мелочтардан басталады. Тамақ пісіру, мысалы. Бүгін жүгіруге, пробежкаға шықтым, спортпен айналыстым, гимнастика жасадым, мысалы. Именно өзіңізге жасаған іс-әрекетті мақтау керек. Басқаға емес, біріншіден өзіңізге жасаған. Содан кейін басқаларға жасағанды да мақтасаңыз болады. Бала бөлімін күшейту үшін бала өзінің керектілігін, өзінің мені сүйеді, мен керекпін, мен важный, мен маңыздымын деген нәрсені түсіну керек. Сол үшін өзіңізді мақтау керексіз. Любой нәрсеге, кез келген нәрсеге. Басында мақтаған кезде бір түрлі сезімде боласыз. Қалай сонда осы болмайтын нәрсені істедім, сол үшін мақтаймын ба, өзім күнде тамақ пісіріп жүрмін ғой деп, ол болмайды.
үйтіп өзіңізді ұрыспаңыз. Егер сіз өзіңізге солай айтсаңыз, значит сіздің ата-ана бөліміңіз негативті түрде дамыған. Ата-ана бөліміңіз критикалық, ұрысқақшыл, айыпшыл, сондай қатыгез болып дамыған. Осы ата-ананы енді мейірімді, өзін жақсы көретін, сондай ата-анаға ауыстыру қажет. Бұл нейрондық байланыс. Есіңізде ме? Өткен видеоларда мен айтқанмын. Біз өскен кезде, есейген кезде біздің миымызда нейрондық байланыстар көп құрылған. Бұл нейрондық байланыстар біздің уже өзіміздің ұстанымыздар, өзіміздің мировоззрение дейді ғой, көзқарастарымыз бәрі құрастырылған, уже қатып құрастырылған. Сондықтан, мысалы, өмірдегі өзгерістерді көру үшін, өзгерістер туындау үшін біз нейрондық байланыстарымызды өзгерту қажетпіз. Оны қалай өзгертеміз? Ол біз реакцияларымызды, әртүрлі өмірдегі іс-әрекеттерге, құбылыстарға, ситуацияларға реакциямызды ауыстыру қажетпіз. Сол үшін егер сіздің ата-ана бөліміңіз критикалық, айыпшылдық болса, енді біз оны мейірімділікке, қамқоршылыққа, махаббатқа, сүйіспеншілікке ауыстырамыз. Сол үшін осы кішкентай қадамнан басталады, кішкентай мақтаудан басталады. Өзімізді мақтаймыз кез келген нәрсеге. Тамақ пісірдім, мақтаймын өзімді. Шашымды әдемі тарадым, мақтаймын өзімді. Бүгін жұмысқа әдемі киіндім, мақтаймын өзімді. Өзіме сырға сатып алдым, мақтаймын өзімді. Машинамды барып, мойкаға апарып жудым, немесе өзім тазартып жуып тастадым, мақтаймыз өзімізді. Жұмыста отчет тапсырдым, мақтаймын өзімді. И өте тағы да бір кеңес, аптасына бір рет, мысалы, апта бойы отчетпен жұмыс істесеңіз жұмыста, немесе басқа бір күшті нәрсе істесеңіз, мысалы, тренировканы тастамай күнде барып жүрдім. Өзін күндері, дүйсенбі, сәрсенбі, жұма күндері тренировкаға бардым, барлық жаттығуларды істедім деп өзіңізді мақтайсыз да, өзіңізге сыйлық сыйлайсыз. Бұл не обязательно сыйлық дәу, бір үлкен, қымбат нәрсе болу қажет емес. Мысалы, әдемі бір блокнот сатып аласыз өзіңізге, немесе сырға сатып аласыз ба, ручка сатып аласыз ба, бұл не важно. Психикаңыз просто көру керек, сіздің ішкі балаңыз көру керек. Я, мен маңыздымын, мен үшін бұның бәрі жасалып жатыр деген. Солай сіз өзіңіздің емдеу бала бөлімін емдейсіз, ата-ана бөлімін күшейтесіз, ересек бөлімін күшейтесіз. Себебі бұл өзіне қарау, өзіне көңіл бөлу деген бұл жауапкершілік. Сол үшін бұл да ересек бөліміне жатады. Бүгінге лекциямыз аяқталып жатыр, інжілерім. Сұрақтарыңыз туындаса, осы астында комментарийға жазсаңыз болады. Лайк пен қоңыраушаны басуға ұмытып қалмаңыз, себебі қазір YouTube'та жаңа видеоларды бұлай көрсетіп тұрмайды. Сол үшін қоңырау бассаңыз, менің жаңа видеоларым шыға келеді. Келесі видеоларда осы невроз бен бала бөлімі туралы, оны қалай емдеуге болады, тәсілдер, именно нақты мысалдар, нақты рекомендациялар, тағы да техникалар беріледі. Каналға қосылуға ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.